Қайырлы күн достар, сіздерге бүгін пиццаның өте жұмсақ болып шығатын тестосымен өте дәмді пицца жасауды көрсетемін. Балаларыма өте ұнады. Ол үшін құрамына құрғақ дрожж, ұн, оливковое масло, қант және жылы су қажет. Ең әуелі ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Оған дрожжымызды көз мөлшерімен дрожж салдым. Қант және оливковое масломызды құйдым. Осы жерде видеоға түспей қалыпты. Мына ұнның үстіне кішкене тұзымыз сеуіп, ұнды салып араластырамыз. Оливковое масломызды құямыз. Бұл тестамен илеп көрсеңіз, піскеннен кейін қамырыңыз нан құсап қатып қалмайды, өте жұмсақ күйде дәмді болып шығады. Ұнымызды салып жақсылап илейміз. Өте жұмсақ қамыр шығу керек. Мінекей осындай жұмсақ қамыр шықты. Оны целлофан пакетке салып, жарты сағатқа көтеруге қойып қоямыз. Мінекей көтерілгеннен кейін мен 3 бөлікке бөліп, оның үстіне тағы да оливковое маслоны жағып қоямыз жарты сағатқа. Пиццаның құрамына негізі өзіңіздің қалауыңызша жасай бересіз. Мен мына жерде помидорды үккіштен өткізіп, сырымызды, колбасамызды алдын ала дайындап қойдым. Ең бірінші бетіне майонез, оның үстіне помидорымызды, үккіштен өткен помидорды жақсылап жағып аламыз. Оның бетіне колбасаларды тізіп, ең соңына сырымызды бетіне себе қоямыз. Помидордың орнына кетчуп қоссаңыз да болады. Өз қалауыңыз бойынша үйде бар заттармен дайындай берсеңіз болады. Бұл қамыр рецептімен жасасаңыз, ешқандай піскеннен кейін қатып қалмайды. Жұмсақ күйде балаларыңыз тез жеп қояды. Ал былайынша мен бұрын жасаған рецепттермен қамырдың түбі қатты болғаннан кейін балалар оны жемей қалдырып кететін. Осы рецептпен жасадым. Бір жасағаннан ақ өте дәмді болып шықты, жұмсақ болып.